Қымыз биенің сүтінен дайындалатын денсаулыққа шипалы әрі жұғымды сусын. Қымыз түркі және моңғол көшпелі халықтарының бірнеше мыңжылдықтан бері пайдаланып келе жатқан сусыны. Көктем туып, құлындаған бие байланып, саулады. Биенің ашымаған сүтін саумал дейді. Оған арнайы ашытқы қосылып, 2-3 күннен кейін ашиды. Алғашқы қымызды үй иесі өзі ішпейді. Дәстүр бойынша үлкендерін шақырып, ауыз тигізіп, батасын алады. Мұны қымыз мұрындық дейді. Қымыз ашыған күні қымыздың алды ауыл адамдарына беріледі. Жазғы тұрымда бие байланған кезден бастап, қазан айының басына дейін бие ағытылғанша қымыз үзілмейді. Қымыздың жақсы болуы ыдысына, ашытылуына, ұсталу бабына байланысты болады. Қымыздың шипалық, емдік маңызы зор. Бие сүтінде және қымызда адамның денсаулығына керекті барлық дәрумендер бар. Әсіресе О, А, С және Д дәрумендеріне бай. 1 литр қымыз құрамында 200-260 мг С дәрумені бар. Сонымен қатар Б тобына жататын ең маңызды дәрумендер де бар. Қымыздың құрамында мынадай минералдық заттар бар. Кальций тотығы 48%, магний тотығы 3,4%, фосфордың 5 тотығы 21,3%, хлор 7,5%. Қымызды ашытқанда бие сүтіндегі лактоза ұшпалы көмір қышқылына және спиртке айналады. Қымызды дайындау жолы еліміздің әр аймағында әртүрлі. Кейбір елді мекендерде қымызға жылқының сүр қабырғасын, жылқының сүр жамбасын, немесе малта салып яки тарыдан жасалған көженің сөлін қосып дайындайды. Қазақ ұлтының дәстүрлі дастарханындағы құрметті сусынның бірі қымыз. Қымыз тек бие сүтін ашыту арқылы жасалады. Сауынды биелердің өзі бірнеше топқа бөлінеді. Олар сақа, құлын, құсырық биелер деген 3 топ. Бірнеше рет құлындаған, бұрыннан бері сауылып жүрген тәжірибелі биені сақа бие деп атайды. Алғаш құлындаған дөненді құлын бие десе, 1 жыл қысыр қалып, құлынның орнына тай еміп жүрген биені қысырық бие дейді. Сиыр немесе бие сүтіне қарағанда қымыздың аз қорыту жолдарындағы бездердің шырын бөлуіне өте күшті әсер ететіндігі қазіргі кезде толық анықталып отыр. Қарынның шырын бөлуіне қымыз әсер етуімен қатар, оның жиырып созылуына, яғни ондағы қорытылған астың дер кезінде шекке түсуіне ықпал етеді. Жалпы қымыз ағзаға жан-жақты әсер етеді. Оның аз қорыту мүшелерінің қызметіне, жүрек қан тамырлары аппаратына, жүйке жүйесіне және де басқа да дене мүшелеріне қолайлы әсері бар. Бие сүті ең алдымен қазақтарды кеңінен жайлаған аурулардың бірі болып отырған құрт ауруына бірде-бір ем. Қазіргі кезде қымыз бен шұбаттың көптеген ауруларды, атап айтқанда өкпе ауруларын емдеуде, қан айналу жүйесіндегі қан тамырларының жұмсақтығы мен беріктігін қамтамасыз ететіні, қандағы қызыл қан түйіршіктері мен эритроцит, гемоглобин синтезіне әсер ететіні, ағзада жүретін зат алмасу процестерін жақсартып, жалпы иммунитетті күшейтетіні анықталған. Қазақстан Кеңес одағының құрамында болған кезде де қымыздың шипалық қасиеттері ашыла бастаған. Ресейде қымызды ем ретінде қолданатын бірнеше емдеу, айықтыру нысандары болған. Сол нысандарға халық ем алу үшін көптеп ағылған. Қымыз жүйке жүйесін тыныштандырып, B2, B12 дәрумендерін береді. Ал туберкулезбен ауырған науқастардың дәрумен бұзушылық ақауын реттеп қымызбен емдеген. Осы аурудан қымыз ішу арқылы жазылған науқастар да болған екен. Қымыз аз қорытуды жақсартып, жүрек қан тамырларын реттеп, нерв жүйесін қалыпқа түсіреді.
Қымыздың адам денсаулығына тигізер пайдасы ұшан теңіз.